Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Тау ешкі белгісіндегі жандарға апталық болжам 28 қараша мен 4 желтоқсан аралығына бір апталық болжам. Аптаға маңызды әсер беретін жағдай бізде Иерофант, старший аркан, четверка пентаклей. Өз-өзіңізден қаржыңызды аямағаныңыз үшін, және де жақындарыңызға көмектесіп, бұл аптада кішкене садақа көбірек беруге кеңес беретін едім. Қаржылай көмек беретін мүмкіндігіңіз болса, жақындарыңыздан бастағаныңыз үшін, және де бір іске, бір жұмысқа жаңағы қаржы салу ойыңызда болса, жаңағы қорқып қалтаңызға басып отырғаннан ақшаңызды пайда жоқ, жаңағы жұмысқа, іске қаржы салу керек. Немесе депозитке, ипотекаға ақша салу ойыңызда болса, осы аптаның көлемінде салғаныңыз жөн. Және де неке қию заңды түрде, немесе мұсылманша неке қию сияқты өзгерістер болуы мүмкін. Аптаның басында орын алатын жағдай бізде девятка чаш және де семерка мечи. Аптаның басында қолыңыз мүлдем бос болмайды, ары-бері шауып, жұмысыңыз өте көп болады. Жауапкершілік өте көп. Бір істі бастап, жаңағы жұмысыңыз аяқталып, аптаның басында бір жасаған ісіңізге көңіліңіз толып, арқаңызды кеңге салып отырасыз. Довольный, жаңағы өзіңіздің ісіңізге, бір жасаған жұмысыңызға қолыңыздан келгеніне қуанып, бір немесе жаңағы біреуге қаржылай көмек беріп, жаңа біреудің алғысын алып, жаңағы адамның бір қатты қуанған кезде, біреуге көмектескен кезде көңілі тойып отырады, көңілі толып отырады деген сияқты. Сол сияқты бір арқаңызды кеңге салып, өз-өзіңізге риза боласыз. Аптаның ортасында король жезлов және де четверка жезлов. Жезл бұл бір бастама, бір іс, бір мысалы оқу оқиын деп бастап жатсаңыз, бір жұмыс бастап жатсаңыз, немесе жұмыс ауыстырып жатсаңыз, қалай болады, болашаққа жүре ма деген сияқты ой ниеттеріңіз болса, болашағы жақсы, қорқудың қажеті жоқ. Және де аптаның ортасында бір жақындарыңызға көбірек көңіл бөлу, екінші жартыңызға көбірек көңіл бөлу, екінші жартыңызбен, жақындармен қыдыру, қонаққа бару, қонақ шақыру, кездесулер өте көп. Ал аптаның аяғында орын алатын жағдайлар бізде сила, старший аркан және де десятка чаш. Сила бұл екінші жартыңызбен бір отношенияларыңыз дұрыс болмай жүрсе, не болмаса да туған туыс, жақындарыңыздың бірімен конфликтке түспеуге тырысқаның үшін, өз эмоцияңызды кішкене іште сақтап, барлық мәселені ақылмен шешуге кеңес береді. Және де бұл ақылмен шешкен кезде ғана сіз дұрыс шешім қабылдай аласыз. Жақындарыңызбен отношения түзеуге жақсы уақыт, біреумен конфликтта, біреумен ренжісіп, сөйлеспей жүрсеңіз, аптаның аяғына дейін бір жақсы жағына қарай шығарасыз. Десятка чаш бұл отбасыға, бала-шағаға, екінші жартыңызға көбірек көңіл бөлу, қыдыру, демалу, жаңағы бала-шағаға, семьяға уақыт арнау. Және де рыцарь жезлов бұл аптаға берілетін кеңес, өзіңіз қолға алып бастаған ісіңізді біреуге тапсыруға кеңес бермеймін. Және де өзіңіз бастадыңыз ба, соңына дейін өзіңіз жеткізгеніңіз жөн. Және де бір жолға шығу, бір мәселе бойынша жол жүруіңіз мүмкін, ойламаған жерден. Және де қандай да бір мәселе болмасын, тез шешім қабылдау түсіп тұр. Жаңа ұзаққа созып алмағаныңыз үшін шешім қабылдауды. Бұл бір аптаға берілетін кеңес сіздерге. Лайк басып, комментарий жазып, менің каналымды бағалап қойыңыздар, еңбегімді бағалап қойыңыздар. Әр апта сайын сіздерге болжам шығаратын боламын. Сау болыңыздар, келесі аптада аман есен кездескенше.